Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мозаика атты салаттың рецебін көрсетемін. Арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл салатқа мен бүкіл көкөністерді, ірімшікті осылай ұзынша қылдырып турап аламыз. Аса шұңғылдау емес ыдысқа салып, менде 2 порциядай салат шығады. Одан қиярдың үстіне аздап тұз саламыз да, піскен тауық етін салып орналастырамыз. Одан кейін үстіне майонезді жағып шығамыз. Енді тауық етін салып болғаннан кейін үстіне ұзынша қылдырып ақуыз, яғни жұмыртқаның піскен ақуызды салып шығамыз. Осыдан кейін ірімшігімізді саламыз, ұзынша туралған. Аздап сарымсақты үкіштен өткізіп, үстінен қосамыз да, майонезбен тағы да жүргізіп шығып, жұмыртқаның сарысымен жауып, одан кейін мозаика ретінде консервідегі жүгерімен горошокты қолдандым. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Осылай сәндік ретінде горошек пен консервідегі жүгеріні салып, орналастырып шықтым. Менде 2 порция салат болып шықты. Негізі өте тойымды, өте дәмді салаттардың бірі болып келеді. Жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.